Сәлеметсіздер ме? Мен Айгүл қаласы, мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта білім беретін нөмір 6 мектебі коммуналдық мемлекеттің мекемесінің 7-ші А сынып оқушысы Оразхан Айша. Менің жобамның тақырыбы менің көміртегі ізім, қалдықтарды басқару, көлік, су үнемдеу, жылу үнемдеу, экология үнемдеу және тағы да басқа. Экология өмір салтымыздың бір бөлшегі. Экологиялық мәселелердің бірі биологиялық әртүрлілікті сақтау. Әр адам экологияны сақтауға өз үлесін қоса алады. Ресурстарды үнемдеу, қоқыстарды сұрыптау. Жеке көліктің орнына қоғамдық көлікті немесе велосипедті пайдалану. Күнделікті әрекеттеріміз бен қоршаған орта жағдайына әсер етеді. Қалай жылуды үнемдейміз? Тұтынушы үшін үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуы тиімді. Себебі жылумен жабдықтау қызметтерін үнемдеуге мүмкіндік береді. Тұтынушылар тұрғын үйлердегі терезелерді ашқан кезде жылудың ауаға шығып кетпеуіне жол бермеу керек. Төбені жылулау арқылы 10%-ға, қабырғаны жылулау арқылы 40%-ға, терезелерді ауыстырсақ 30%-ға, бөлмелердің еденін жылулау арқылы 10%-ға үнемдей аламыз. Су үнемдеу үшін біз суды орнымен ғана жұмсау керекпіз. Себебі судың да сұрауы бар. Ешқашан суды ағызып кетуге болмайды. Бұлақ көзін жауып алады. Қалдықтарды басқару. Бұл қалдықтарды жинау, тасымалдау, өңдеу, қайта өңдеу және кәдеге жарату процесі. Бұл қоршаған ортаны таза және сау ұстаудың маңызды бөлігі. Қалдықтарды дұрыс басқару ластауды азайтуға, ресурстарды үнемдеуге және халықтың денсаулығын сақтауға көмектеседі. Мен қоқыстарды үнемдеуде өзімнің өсімдіктен оқу жасадым. Біз қоқыстардан неше түрлі бұйымдар жасауымызға болады. Ең бірінші біз қоқыстарды жинаймыз, одан кейін оларды тасымалдаймыз. Сөйтіп оларды іріктеп, қайта өңдеп, жерге көміп тастаймыз. Біз осы қоқыстар арқылы өте көп бұйымдар жасай аламыз. Мысалы, пластик ыдыстар және құрылысқа керек заттар. Мен жобамды қорытындылай келе, үнемдеу жобалары бұл ресурстарды тиімді пайдалану мен шығындарды азайту маңызды құралы. Үнемдеуге бағытталған жобалар қоршаған ортаға, экономикалық тұрақтылыққа және өмір сапасын арттыруға оң әсерін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.